Қазақстанның құрметті журналисті Мақұлбек Рысдәулет өмірден озды. Ұлт әдебиетіне журналистика саласына қомақты олжа салған жазушы биыл ғана 70 жасқа толып етті. Жуалы жерінің тумасы 1973 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. 1973-1992 жылдар аралығында Жезқазған туы газетінде тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы қызметтерін атқарды. Бұдан бөлек халық кеңесі, заң, егемен Қазақстан газеттерінің меншікті тілшісі болды. Сондай-ақ облыстық Ақжол газетінің бас редакторы болып қызмет етті. Тау тұлғаның көркем әдебиет саласында жазған жұлдыздардың жарығы, күміс белдік, Саз, жұлдызды өмір, туыстаушы, құс жолы, бақа терек, Әбдір Сағынтаев сынды кітаптары оқырманға жақсы таныс. Сондай-ақ ол соңғы жылдары архив саласында еңбек етіп, туған өлкенің тарихы, аймақ туралы тың деректерді зерттеумен айналысқан болатын. Жазушы өмірден көрген түйгенін біздің арнадағы туған жер бағдарламасында берген бір сұхбатында былайша айтқан еді. Өмірге түйген 70 жаста еңбек, ақыл бәрін жеңе деген Абай айтпақшы. Тек еңбекпен ақылға сүйенсең, шығатын асқарыңа шығады екенсің. Мен жастарға үнемі кездесу жиі болады ғой, сонда осыны айтамын. Абайдың әлігі тек өзіңе сен өзіңді алып шығар, екі жақтан еңбекпен ақыл деген сөзі бар. Мен сол еңбекпен ақыл, еңбек те ақыл да ол білімділіктен кейін өткен нәрсе. Білім ешқашанда тозбайды деп жатамыз ғой, білімге шегіне жету мүмкін емес.